Шолқан Нұролбайұлы, сіздің облыс әкімі ретінде бір айтқан сөзіңіз бар екен. Менің арманым және мақсатым Түркістанды дотациялық өңір деңгейінен өз бюджетін қамтитын өндірісі дамыған облысқа айналдыру депсіз. Әкім болғаныңызға көп болған жоқ, 10 айдай шамасы болды. Дегенмен осы аралықта, осы айтқан сөзіңізді жүзеге асыруға бағытталған қандай шаралар қолға алынып жатыр? Жалпы мүмкін ба? Қандай жақын болашақта? Сұрағыңызға рахмет. Енді жалпы бағана айтқанымдай біз арнайы сарапшыларды алып осы анализ жасаған болатынбыз. Бұл жобаның негізі менің алдымда әріптесім болған. Мен енді сол кісіде орынбасар болғаннан кейін қайта айтып отырмын. Біз сондай бір жоспар құрған болатынбыз. Жалпы Түркістан өңірінің ең басты байлығы ол халық саны. Бізде сапалы халқымыз бар, жұмыс жасайтын, жұмыс жасағысы келетін ынтасы бар. Соған қарай біз жалпы әр ауданның өзінің экономика спецификасын бәрін зерделедік. Соның нәтижесінде бір жоспар құрып, осындай инвестиция әр аудан әкіміне біз нақты жоспар қойдық. Инвестиция бағытында кім не жасау керегін, жылына қанша инвестиция тарту керегін. Қазіргі темпті алатын болсақ, осы кластер мәселесін іске асырып жатырмыз. Келесі жылы толыққанды іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы 2024 жылы өңірлік өнім ВРП деп айтады. 407 триллион болатын болса, Түркістан облысының 26 біздің жоспарымыз бойынша 6 триллионға жеткізем деген жоспарым бар. Осының есебінен. Жалпы мына өңдеу өнеркәсібіне және ауыл шаруашылығына осы 3 кластердің есебінен қарайтын болсақ, ауыл шаруашылығына қосымша 433 миллиард теңге өнім шығаратын боламыз. Біздің копилка кіреді. Және өнеркәсіпте 220 миллиардқа жуық. Міне. Осындай жетістіктерге жетеміз. Осы темпте біз жүретін болсақ, алдағы 10 жылда, егер де қазір біздің республика тәуелдігіміз 14,18% болатын болса, енді 10 жылда енді ең орыс тілімен айтқанда пессимистичный расчет дейді. Соны есептегенде бір 25% тәуелді боламыз. Бірақ менің ойым бойынша жалпы біз тәуелдіктен шығып кетуіміз керек. Біз бұл бағытта жоспарымыз бар, жұмыс жасап жатырмыз. Бұған жететін боламыз міндетті түрде. Жақсы.